Жаңыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен творожный чизкейктің рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қамырымызға қажет заттар: ең алдымен бөлме температурасында сары май қажет, қопсытқыш қажет, ұн қажет, бір жұмыртқамыз несіне қажет, салмасына и шекер қажет. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Üstüne unumuzu salıp toplap hamur edip alamız. Mineki osылай aralastırıp aldık. Üstüne енді şekerimizi salamız. Bir жұмыртқамызды salып. Mineki қамырымызды осылай жұмсақ қылып үйлеп алдық. Бұның бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Қамырымыз бетін жауып қоямыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Мен осындай блендердің ыдысына дайындаймын. Блендермен езетін болғандықтан. Ең алдымен бізге қажетті заттар: қаймақ қажет, шекер қажет, бір жұмыртқа қажет, творог қажет. Барлық заттардың өлшемдерін, грамдарын осы видеоның соңына описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен ыдысымызға творогымызды сабаламыз. Мен блендердің көмегімен езем творогты. Егер сіздерде блендер болмаса, қарапайым венчиктің көмегімен араластырып сала берсеңіздер болады. Негізі блендермен езген дұрыс, бір келкі масса болып шығады. Творогымыз іртік-іртік болмай. Жақсылап салып шығамыз ыдысымызға. Қалған заттарын бәрін саламыз. Шекерімізді саламыз. Қаймағымызды саламыз. Bir жұмыртқамызды саламыз. Енді блендердің көмегімен езіп шығамыз. Mineki осылай араластырып алдық. Дайын болды салмамыз. Менде осындай табақ істеймін. 22 диаметрде шет-шетін майлап шығамыз осы сары маймен. Жабысып қалмау үшін, кескен уақытта оңай алу үшін. Астына пергамент қағаз төседім. Енді қамырымызды алып табамызға жайып шығамыз. Осылай қамырымызды жайып шығамыз. Шетінен бортиктарын осындай вилканың көмегімен шығарып, әдемілеп бір келіп қылып шығарамыз. Себебі ішіндегі салмамыз ағып кетпеу керек. Осылай барлығын вилканың көмегімен әдемілеп шығамыз. Осылай вилканың көмегімен қамырымызды тесіп аламыз, қатты көтеріп кетпеу үшін. Енді дайын болған салмамызды құямыз үстіне. Мінекей осылай салмамызды салып шықтық. Мен әсемдеу үшін бетіне қатырылған шие салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Құлпынай, малина. Мінекей осылай салып шығамыз. Әсемдік үшін бұл бізге
дайын болған пирогымызды пешке жібереміз 180 градусқа 30 минутқа. Мінекей достар, пирогымыз дайын болды. Енді формамыздан алайық. Өте керемет, әдемі болып шықты. Енді кесіп көрейік. Ыстықтай кеспеңіздер, ол кезде болмайды, беті дірілдеп тұрады. Қатқаннан кейін осылай кесеміз. Әлі де мен қатты қатпады.